Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте жұмсақ, дәмді болатын екі салмадағы пирожки дайындайтын боламыз. Бірінші судың жарты бөлігіне ашытқымызды дайындап аламыз. Дрожжымызды, қантымызды салып, бетін жауып тынықтырып қоямыз. Оған дейін біз ұнымызды алып, су, май, сүтті құйып, тұзын салып, дәмін келтіріп, және дайын болған ашытқыны үстіне құйып, лопатканың көмегімен жайлап араластырамыз. Ары қарай қолымызбен илеп тынықтырамыз және бетіне кішкене май құйып басып жіберіңіздер. Қамырымызды 40 минутқа тынықтыруға жібереміз. Қыздар, керек заттардың барлығын видеоның астына жазып қалдырып кетемін. Бірінші салмасына картопты дайындап аламыз. Әдемілеп ашып, сыртын жуып, жуанта ашып, дәл осылай видеодағыдай 4-5 штаб картошканы суға салып, тұзын салып, қайнатуға жібереміз. Осы уақытта екінші салмасын дайындаймыз, яғни капустамен. Капустаны жұқалау қылып турап, сәбізді теркіден өткізіп, жуамызды турап, дайындап қоямыз. Қазанға кішкене май құйып, жуамызды қызарғанша қуырып аламыз. Картопымыз пісіп дайын болды. Жуамызды қуырылған жуаны ішіне салып, бұрышын, тұзын, дәмдеуіштерін салып, езгіштің көмегімен езіп аламыз. Кішкене сүт құямыз. Осымен пирожкидің бірінші салмасы дайын болды. Енді екінші салмасына кірісеміз. Дәл жаңағыдай жуамызды қызартып қуырып аламыз. Үстінен ұсақтап тұрған капустамызды саламыз. Күштен өткізген сәбіз салып, дәмдеуіштерін, қара бұрыш, тұзын салып, қызарғанша қуырып алатын боламыз. Қамырымыз көтеріліп дайын болды. Оны екіге бөліп, видеодағыдай қамырымызды дөңгелетіп алып, бетін пищевая пленкамен жауып, 10 минутқа көтерілгенше қалдырамыз. Қамырларымыз әдемі көтерілді. Енді пирожкиді түзеуді бастаймыз. Ең бірінші картоп салмасыменен түземін. Маған ешқандай да оқтаудың қажеті жоқ. Кішкене ортасын басып жібереміз да, салмаларын салып, екі шетін мұқият жабыстыратын боламыз. Түзеп болған соң, дайын болған қамырдың бетін пищевая пленкамен жауып, 10 минутқа қалдырамыз. Табамызға май құйып, қызғаннан кейін пирожкилерімізді салып, ортаңғы отта екі бетін кезек-кезек қуырып алатын боламыз. Міне өте жұмсақ үлпілдек пирожкилеріміз дайын болды. Ас болсын.